Баршаңызға сәлем. Бұл видеода материалдарға және құрал-жабдықтарға обзор жасайтын боламын. Бұл бізде ең керекті құралдардың бірі. Ол 3 в 1 инструмент деп аталынады. Келесі ол бізде осындай ыстық клей. Және осындай клейі бөлек сатылады. Келесі ол бізде проволока. Әртүрлі размерлер бар. Менің ең көп қолданатыным ол 04 және 03. Осындай стразовый лента, осындай катушкада болады. Және осындай металлический основа. Біреуі гребенмен, ал екіншісі гребенсіз. Міне, осылай өзі дайын гребенмен. Көбінесе коронаға қолданады. Келесі ол бізде гребеннің основалары. Осындай екі түрін көрсеттім. Келесі бізде ол осындай металлический филигран. Әртүрлі формалары бар, әртүрлі размерлері бар. Мен көп қолданбаймын. Және осындай страза, осындай жемчуг, әртүрлі размерлері, және әртүрлі пачкада болады. Осындай хрусталь, әртүрлі формалары, және әртүрлі размерлері бар. Егер де сіз енді бастап жатқан болсаңыз, онда сізге осындай құралдар қажет болады. Бастапқыда үйренуге осындай кішкентай пачкадағы моншақтарды алған өте ыңғайлы болып табылады. Және сіз бұларға көп қаражатты жұмсамайтын боласыз. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын.